Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге шынайы өмірден алынған 2011 жылға «Моя маленькая принцесса» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Не ребенок и не женщина, не ангел и не дьявол. Парижде тұратын 10 жастағы Виолетта атты қызға бұл өмірде тек екі нәрсе жетпейді. Біріншісі, ол тоңазытқыштың іші толып тұратындай қомақты ақша. Және екіншісі, Ханна атты анасымен бірге көбірек уақыт өткізу. Анасы сурет салумен айналысады және үйге өте сирек келеді екен. Бір күні үйіне келген Ханна анасына біраз ақша беріп, қызына жылтыраған диадема тағады. Осыдан кейін жаңа фотоаппаратты тексеріп көрмекші. Қызын бірнеше рет түсіргеннен кейін Ханна өзінің жеке өміріне байланысты анасымен ұрысып, үйден тағы кетіп қалады. Арада бірнеше күн өткен соң қызымен жолыққан Ханна оған өзінің пәтерін көрсетуде. Ханнаның пәтері анасынан бір қабат жоғары орналасқан және пәтердің ішін фотостудияға дайындап қойыпты. Ендігіден бастап ол тек модельдерді фотоға түсірумен айналысады екен. Осыдан кейін ол қызын сәнді киіндіріп, оған арнап фотосессия жасайды. Ертеңінде анасы сабақтан соң қызына келіп, оны үйге өзі алып қайтпақшы. Қызға сәнді көйлек кигізген соң анасы оны Эрнест атты суретшіге алып келеді. Ханна оған өзі түсірген қыздың суреттерін көрсетуде. Ал Эрнест болса фотоларды керемет деп мақтап, Ханнаға тағы да фотолар басып шығару үшін ақша береді. Эрнесттің студиясында отырған Виолетта бір кезде іші пысқаннан суретшінің картинкасын бүлдіреді. Үйге қайтқан Виолетта анасынан өзінің әкесі жайлы сұрауда. Сонда анасы оның пайдасы болмағанын түсіндіреді. Келесі фотосессияда Виолетта ашық көйлектер киіп өзгеше позалар көрсетеді. Осылай жас қыз мектепке үлкен әйелдер сияқты киініп, ернін бояп және телевизор алдында билеп жүр. Бір күні Ханна шығармашылық кешке өзінің модельдермен бірге келген екен. Олар Надя, Фифи және кішкентай Виолетта. Сол кезде Ханна журнал репортерына қызының фотоларын көрсетеді. Ер адам оны жоғары бағалап, фотолардан готика эстетикасын байқайды, яғни өлім тақырыбымен сәйкес. Ал Ханнаның айтуынша өлім ол үшін кәдімгі мерекемен бірдей. Таңертең Ханна күндегідей зиратқа барып кезіккен біреуіне жата салады. Келесі күні фотосессияда Виолетта колготкимен түсуде. Анасы осы сәтті пайдаланып, қызын әртүрлі ракурстан түсіріп алмақшы. Ал мектепте жас қыз барған сайын модельдер секілді жүреді. Арада біраз уақыт өткен соң Ханна мен Виолеттаның ашық фотосессияларына арнап көрермендерге презентация өткізіледі. Ханнаның айтуынша осындай кешті ол жастайынан армандапты. Ал Виолетта болса тек анасы айтқан позаларды қайталайды екен. Келесі күні Ханна презентациядан түскен ақшаны санап, жартысын Эрнестке апаруды шешеді. Онымен қоса оған қызының ашық фотоларында көрсетуде. Бірақ ішке кірген сәтте Ханна өзінің моделі Надяны кезіктіреді. Надяның айтуынша ол Эрнесттің нөмерін Ханнаның кітапшасынан тапқан екен және ендігіден бастап екеуі үйленуді шешіпті. Көңілі түскен Ханна жолға аттанады, ал қызы болса оған дауыс көтеріп, өтірік қиналған кейіп танытпауды ескертеді. Өйткені Эрнест пен Ханнаның арасында ешқандай сезім болмаған. Мектепте кішкентай Виолеттаға құрбылары тиісуде. Сөйтсе, сыныптасы оның ашық фотосессияларын көрген екен. Виолеттаны тек ең жақын құрбысы Аполлина құтқарып қалады. Түннің бір уағында анасы Виолеттаны оятып, Англияға шақырту алғандарын жеткізеді. Англияда екеуі жергілікті Абдайк атты модельдің үйіне тоқтайды. Ханна мен Виолеттаны фотосессияға шақырған осы жігіт болып шықты. Ал жұмысты олар ертеңге қалдырмақшы. Түнде ұйқыдан оянған Виолетта Абдайкпен сөйлеседі. Ал таңға қарай екеуі жақындасып кеткен екен. Таңертең фотосессия кезінде анасы оған көйлекті шешіп, ашық позада отыруын талап етеді. Бірақ Виолетта бұл талаптардан бас тартуда, өйткені оның ойынша анасы тек пайда үшін жүр. Ал еркектермен жалаңаш түсуге қыз түбегелдей қарсы. Ханна қызын үлкейген деп ойлаған екен және сондықтан құны $5000 болатын фотосессияға келіпті. Виолетта болса тезірек Парижге қайтқысы келіп тұр. Бірақ Парижде де фотоға түсуді доғармақшы. Өйткені анасы фотосессияны өнер деп фотоларды әртүрлі журналдарға сатқан екен. Содан бері кластастары қызға үнемі тиісетін болыпты. Ханна қызына болашағын ойлауға кеңес берсе де Виолеттаның келісетін түрі жоқ.
Үйге келген соң анасы кішкентай қызын дәретханада да түсіре бастайды. Енді шыдамы таусылған Виолетта қайта өзінің әжесіне көшіп бармақшы. Келесі күні Ханна өзінің таныс репортермен бірге Виолеттаны сабақтан күтіп алады. Бірақ қыз тез арада қашып үлгереді. Артынан қуып жеткен репортер қызбен жеке сөйлеспекші. Анасы сыртта тұрғанда қызға оның мүмкіндіктері жайлы айтуда. Осы кезде анасы ішке кіргенде қыз қашып шығып әжесіне барады. Енді екеуі бірге Ханнаны ішке кіргізетін емес. Түнде Виолетта күнделігін толтыру үшін бәрібір анасына баруға мәжбүр. Бірақ студияға келсе, анасының Фифи атты модельмен жұмыс жасап жатқанын байқайды. Іші ашығаннан Виолетта кетіп қалады. Осыдан кейін анасының студиядағы қыз жайлы сұрауда. Виолетта өзінің жақын құрбысы Аполлинаға қонаққа бармақшы екен, бірақ анасы тек фотоға түссе ғана жібереді. Жас қыз Фифидің көйлегін киіп фотосессияға түседі. Келесі күні мектепте белгісіз біреу қыздың анасына айып жазылғанын айтады. Өйткені кішкентай қыз фотосессияға жартылай жалаңаш түсіп жүр. Осыдан кейін құрбысына келген Виолетта қыздың анасынан ауыр сөздерді естиді. Сөйтсе ол да журналдан қыздың жалаңаш фотоларын көріпті. Қыз ұялғаннан қашып шығып әжесіне келсе, іште Ханна отыр. Ашу үстінде анасынан қаша бастайды, өйткені бәрі қызды жезөкше деп ойлайды екен. Анасы болса қызға танымал болдың деп қояр емес. Жас қыз өлгісі келетінін айтқанда, анасы да сенімен бірге өлемін деп жұбатады. Осы кезде үйде өзін біртүрлі сезініп отырған әжелері далаға шығып демалмақшы. Бірақ көп ұзамай Ханна мен Виолетта оның жансыз жатқан денесіне тап болады. Бір күні мұғалім оқушыларға үйге қайтар жолда кез келген нәрсені зерттеп, соған байланысты эссе жазуды тапсырады. Виолетта өзінің объектісі ретінде костюм киген жігітті таңдаған екен. Осы кезде Ханна мен оның қызына байланысты әлеуметтік қызметкерлер оларға көмегін ұсынуда. Ханнаның үйіне келген қызметкердің айтуынша, қызды бірнеше күн бұрын басқа адамдар алып кететін болатын. Бірақ дәл қазір жеке өзі қыздың анасымен сөйлеспекші. Және қыз кәмелет жасына толмайынша анасына оны фотоға түсіруге шектеу қояды. Әлеуметтік көмек онымен қоса оларға ақшалай көмек көрсете алады екен. Виолетта анасына бұл ақшалай мүмкіндікті жібермеуді өтінеді. Бірақ Ханна тағы да еркектер журналының редакторымен кезігіп, оған қызының фотоларын сатады. Бәрін біліп қойған Виолетта анасымен ұрсып, барлық фотолардың көзін жоймақшы. Бірақ Ханна бәрін тығып үлгеріпті. Түнде есі ауысқан қыз анасының көзінше өзін жабайы көрсетуде. Ал таңертең ол ертегі әлемін салған қораптың ішінен оянады. Әлеуметтік қызметкермен сұхбат кезінде Виолетта өзін үлкен әйелмін деп санап, мектепке бармайтын болыпты. Онымен қоса қызметкерді фотолар үшін кінәлауда. Өйткені бұл қызметкер Ханнаның фотоларды қайда жасырғанын біледі екен. Сонда да олардың көзін жоймапты. Ханна ақыры әлеуметтік көмекке өзінің өтінішін жазып, психологқа барудың орнына бәрін диктофонға жазуды шешеді. Көп ұзамай Виолетта диктофон жазбасын естиді. Ханнаның айтуынша, қыздың әкесі өзінің атасы болып шықты. Жас қыз Ханнаны жезөкшеге теңеп, кішкене ақшасымен үйден кеткен соң, жолда өзінің суреттері толған журналдарды көреді. Арада біраз уақыт өтті. Ғимаратқа келген Ханна ол жерден өзінің қызын іздеп жүр. Осы кезде Виолетта басқа да қыздармен бірге фотосессияға дайындалып отырған болатын. Бірақ анасының келгенін естігенде терезеден қашып шығады. Жас қыз жек көретін адамнан осылай орманға қарай қашқан екен. Осымен біздің «Моя маленькая принцесса» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.